ақкөз Қосанова атындағы номер 18-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 9-ші Ә сынып оқушысы Мұхтархан балауса. Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлы Крылов мысалдарын қазақша сөйлетті. Мысал өлең қыр елінде қыдыр болып дарыды. 40 мысал халыққа ой салған ғибрат қазынасы. Бұл қарапайым мысалдар емес. Әрбірінде өмірдің үлкен сабағы бар. Аққу, шаян һәм шортан секілді бір-біріне тартқан бейнелер. Бірліктен айырылған елдің күйін көрсетеді. Бірлік жоқ жерде береке жоқ. Бұл кешеде шындық болды, бүгінде өзекті. Өз шамасын білмей мақтан қуған бақа, қоғамдағы дарақылдық бейнесі. Бүгінгі күні де өзгеден асып түсемін деп жасанды өмір сүретіндер аз ба? Ахметтің ғибраты әркім өз орнын біліп еңбекпен биіктесін деген сөз. Әр мысал ақиқаттың айнасы, әр кейіпкер халықтың қалыбы. Әр мысал жүрекке сабақ, әр кейіпкер өмірдің айнасы. Бұл кітап өткенді де, бүгінді де сөйлеткен асыл мұра. Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлының тағылымын және өзектілігін жоймайтын мол мұрасын зерделеу перзенттік парызымыз. Ахметтің 40 мысалы қарапайым сөзбен айтылған ұлы шындық. Ол бізге адалдықты үйретеді, еңбектің дәмін сезіндіреді, бірліктің құнын түсіндіреді. Бұл кітапты ашқан әр жүрек өзін табады. Өйткені оның сөзі мәңгілік өсиет. Ахмет Байтұрсынұлы халыққа шам жортқан тұлға. Оның 40 мысалы бір ғана кітап емес, ұлттың ой санасын оятқан қазына.